Ал енді келесі сөз Оразбек Сәрсенбаевқа беріледі. Керегі жоқ. Сіздер неге осы төраға үшін билік айтасыздар? Керегі жоқ. Оразбек Сәрсенбаев қай қордың баласы еді? Неге kesіп айтасыздар? Не айтады бұл? Ештеңе айтпайды. Сені мақтайды болды. Мені мақтау үшін айтып отқан жоқпын. Сені мақтайды. Ағын айту үшін айтып отырмын. Ұстап болыңдар жігіттер. Оразалин мақтайды ол. Басқа ештеңе жоқ. Бүгінгі съезде менің сөйлеуім сәл қиындау болды. Сөйлемей-ақ қойсайшы. Отыра тұршы шырақ. Иә, мұны қиын болатын себебі мен осы мұны айқайшылармен де отырған. Мына жақтағы даушылармен де ешбір адаммен шай ішіп көрген адам емеспін. Осылардың еңбегін, тұлғасын, жаратылысын бір кісідей біліп, сосын сыйлаймын. Ана Темірхан әкеліп отыр. Темірханның үлкен ақын екені, үлкен тұлға екені, оны үшін қылысады. Сол секілді. Мына съезд өте қызу басталып отыр. Қызу өтіп жатыр. Мен өзі өткен жолы айттым біраз. Газеттерге шықты ғой. 8 басшы көрген екен. Бірде-бір басшы осы жазушылардан жақсы атпен кеткен емес. Ғабиден Мұстафиннің бастық болғанын көрдім. Иә, дұрыс айтасың. Бәрі де кетті ғой. Дұрыс айтасың. Ол кезде партия басқаратын бар. Партияға шектей, мына шекеге естейсің. Ондай бейін жоқ біздің. Оған басқа. Енді одан кейін ғабен болды. Мүсіріп айтамын. Әди Шәріп болды. Әнуар Әлімжан болды. Олжас Сүлеймен болды. Қалдармен Найманбет болды. Соның барлығына кінә артылды. Бірақ бір жағынан ол дұрыс. Өткен кешегі қылышынан қан тамған кеңестік қоғамда да мынау қайдан бастап қайда барарын білгізбейтін капитализм ба білмеймін, басқа бірдеңесін ба, мына қоғамда да осы еркін демократияның отаны өзі түсінген, өзіндікі жөн деп білген пікірлерін ашып айтатын жер осы еді. Қай заманда. Сондықтан да біз қашсақ та, бір-бірімізге қырғиқабақ болса да, біздің басқа баратын жеріміз жоқ. Біз бөлмеміз, басқа жазушылар одағын құрамыз деген сөздің бәрі ағайын бос сөз, эмоция. Ана жерден 15 адам бір одақ, мына жерден 20 адам бір одақ құрғанға ол одаққа ешкім бармайды. Ол руханияттың ыдырауы, тозуы, азғындау деген сол. Ал енді бүгінгі жиынға берсек, меніңше мынау мен көрген съездердің ішінде осы съезд болсаған Әнуар Әлімжановтың сайлануы ма, кетуі ма, сол кездегі осындай үлкен айқай арқылы өтті. Содан кейінгі бір қызу сөз съезд болып отырған осы. Мынау байбалам салу, мен сендерге айтайын. Айқайға басу әлсіздікті көрсетеді. Бос сөз, бос сөз. Нашарлықты көрсетеді. Сөзге сөйлесін кім сөз бермеді? Бос сөз. Нашарлықты көрсетеді. Нашарлықтың белгісі. Үндемей қалың. Сын айтқан дұрыс. Сын айтқан дұрыс. Ол мына жазушылар тарапынан айтқан сынды, ол сынның бәрі итеріп тастаудың қажеті жоқ. Бірақ сынды сабырмен, жүректен қозғап, әдептен озбай айтуға болады. Осы бүгінгі осы трибунаға шыққан менің мына Қабдеш ағам, Мұхтар Шахан, басқа жігіттердің сөздерінің ішінде, сындардың ішінде дәлелер бар. Тыңдауға болатын, ойлануға болатын нәрселер бар. Ақылдасып, сабырға салып, таразыға салатын пікірлер бар. Сондықтан ал енді нұрланып істеп жатқан жұмысына қанағаттандық қарайтын ол сөздердің жаны бар.
мен өткен жылы айттым, өткен жылы газеттерде оқыса отырдым ба, Нұрланның жұмысына 8 секретардың ішінде осының жұмысына мен қанағаттанады деп баға бердім. Қазір сол пікірімдемін. Бірақ осы әңгіменің бәрін ашуға берілмей, эмоцияға берілмей, салмақтап, сабырмен қарап шешуге болады ғой? Болды, тоқтатты. Болады ғой? Ай, өзі сөйлеп тұрған адамды бөлген деген қалай өзі? Қай мәдениетке кіреді бұл өзі? Жоқ, Қабдештің сөйлеген сөзі, ана кітапшалар шықты, көп кітапшаның ішінде. Қабеке өзіңіз айтыңыз, сонда бар түгел. Менің сөзімде бар, Қабекенің сөзі ана үлкен кітапта емес, шағын кітапша шыққан, көп кітапша. Қабеке бар ғой? Бар. Бар деп отыр. Бар. Сондықтан шамалы сабырға көшу. Шамалы сабырға көшу. Сынды да, айтылған сындарды талқыға салынады. Онда ойластыру керек. Мысалы, 42 адамға Алла сыйлығын берген дегенге, ол көңілмен қонбайды. Мен өткен жыл айтқан. Бұл 42 адамға сыйлық беру, сыйлық емес, орысша айтқанда материальный помощь. Ореге қоя қой. Беру, керек. Қоя қой, ет болады. Немене? Алла сөз. Сенің айтқан ұят емес, мен айтқан ұят қой. Сен кімсің сонда? Ай, жақсы. Қалай, тоқылай. Сабыр қылыңдар жігіттер. Ал, Ореге. Сондықтан осының бәрін анау құрмет төраға деген ойлану керек болды. Шындығын ойлану керек. Ал айтқаным осы, айтатыным осы, бақырған, шақырған тағы да айтамын. Жаңағы жетеп білеген бұл әлсіздіктің, нашарлықтың, ішкі діннің осалдығы. Ал, ағайындар, іштеріңізді біраз босаттыңыздар. Бірақ менің алдымда 5 адам тағы да табандатып отыр міне. Дегенмен, мен сол кісілердің арасынан Бексұлтан Нұржекеевке сөз бергім келеді. Беке. Ал. Онда тоқтатасыздар ма? Екіншілік пікірге тоқтатайық. Ал. Мынау Ғабитті айтып жатырмыз, Сәбит айтып жатырмыз, ол кісілердің заманы басқа ғой. Ол кісілердің кез келгенін қойсам, мына заманда басқарылмайды. Қалдарбек қана олардың басқаруы мүмкін еді. Қазір бізге жазушылар одағын басқаратын құрметті отыратын мықты жазушы керек емес. Бізге іс басқарушы керек. Жазатын біз, пікірді айтатын біз, бір-бірімізді сыйлайтын да біз, бір-бірімізбен таласатын да бізбіз. Төраға біздің жағдайымызды жасап беру керек. Бұл жағдай не? Бізге қаламақы бере алмайды. Қаламақыны біз өзіміз сұрауымыз керек. Мен өткен күнімді айтқам, бәріміз бірігейік, заңын жасайық, ұсынайық, нәсібін білмейді жасай алмайды. Мәдениет ақпарат министрлігі жасай алмайды. Ол жерде жазушыларға не керек екенін, қандай тайып екенін білмейді. Білетін баспагерлер бар, кешегі кеңес дәуіріндегі қалай қаламақыны төлеген. Бірігейікте мына сөзіп күнінен 10 күннің ішінде жасайық. Негізін қалағаннан кейін айтысады. Мынауың артық дейді, мынауың кемдей алып тастайды. Бірақ негізін жасау керек. 20 жыл болды. Қаламақыны 10 розалінде шеше алмайды. Өйткені оның ақшасы жоқ. Шығармашылығымызды айтамыз, басқарына отырған үйімізді айтамыз. Оның бәрі 40-50 адамы бар. Жазушылар одағының басқаратын әрбір секшеді. Солардың бәрі жем оқып отыр дейсіз бе? Соларға жалақы тауып беріп отыр. Оларға жалға беріп отыр мекемеге. Оның бәрі бұл іскерліктің нәрсесі.
бұл жазушылыққа түк қатысы жоқ. Сіздер айтпайсыздар ма? Мына 5 жылдың арасында бәлен деген шығарма жазылды. Бұның жаңашылығы мынандай, кемшілігі мынандай. Сол арнаулы мақталмай жатыр. Шерияға қаптап жүрген Алаш Серікұлы сол жазушы алмай жатыр деп неге нақты айтпаймыз? Құны бір-бірімізбен айтысуымыз керек. Тілдейсіңдер. Тілді айтайық. Жаңа менің досым Шахаров Мұхтар айтып жатыр. Тілді айтқанда бүкіл жазушы митингіге шығып алаңға шыққан тілді мәселе шешеміз бе? Тілге кім қарсы болады ашық? Қазақтың өзі. 30% әлі немерелерімді орыс мектебіне беріп отырсыңдар. Сөйтіп алып деп айтамыз. Ал енді бұлай қараңдар, сендер түрке шын жандарыңа жеткен болса, 1983 жасқан заң бар. Қазақ тілінің орфографиялық заңы деген. Дұрыс жазу заңы. Соның 5-ші пунктін қараңызшы. Орыс тілінен енген сөздер орыс тілінің орфографиялық заңдылығымен жазылады деген тұр. Одан кейін 2 пункттен кейін тұр. Араб, парсы тілінен енген сөздер қазақ тілінің өзінің заңдылығында бағалап жазылады деген. Араб пен парсы шет тілі болғанда орыс тілі неге бізге шет тіл емес? Неге ол қазақ тілінің өзінің үндестік заңымен жазылмайды? Неге осымен 10 рет мақала жазды? Неге ұйымдастырдыңдар? Неге соны қолдамадыңдар? Алаңға шығайық. Сендердің өтірік болады сонда. Жазушымен зиян өтірік болады. Ешкім жоқ. Алаңға шығайық. Ал енді бер қараңыз. Тұрма. Ешкім жоқ. Терпірхан, шығып сөйлеші көкір. Өтірік айтпасай. Жазушы деген зияны қауым емес пе? Немен өтірік айтты? Алаңға шығайық деп кім айтпады? Білімім жетіспесе тырыш отыр. Білімім сенің жетіспесе. Тырыш отыр. Ал енді бізге керек керек. Жеке басына тиек Нұрланды кемсітіп атасында бәлкім нашар жазушы деп қойыңдар. Әркімнің өз пікірі нашар ақын деп қойыңдар солай. Бұндай жазушылар одағы керегі жоқ дейсіңдер. Мысалы, маған жазушылар одағы керек. Мен сондықтан жазушылар одағының мүшесі болып тұрмын. Керек емес адам мүшеліктен шығып кетіп керек. Оны кім көреді? Бізге керек жазушылар одағы. Москваның өзінде сөзге берініп кетті. Киевте, Қырғызстан еш жерде жоқ. Сақтап қалды. Неге сақтап қалды? Өзіміз үшін. Өлсін де керек, тірісін де керек жазушылар одағы. Бұл қоғамдық ұйым. Қоғамдық ұйымдар өкімет ақша бермейді. Бұл шығармашылықты жеп қойып жатқан жоқ. Мына кешегі ағамыз алдында жеп қойып жатқан жоқ. Соны анаған беріп, мынаған беріп, 30-40 адамыз бағып отыр. Өлімді беріп отыр. Тіліңді сыйлығын жасап отыр. Жаңа жырыңды жасайлар, білеміңді. Бәрі ақша. Бәрі ақша. Кімге ақша береді? Сондықтан жазушылар одағын іскер адам басқару керек, ұйымдастыра алатын. Жазушының мақталған қажеті жоқ жоқ. Менеджер керек. Ал сол қызметтің нашар атқарып отыр ма? Бірін әдебиетшілеріне сөз айтпайсыңдар. Төрағаға лап қоясыңдар. Осы бәрін құртып отырғанда сендерге жаздырмай отырғандар. Мықты жазушысы кімді кім қолдамайын деп отыр. Қайда бір-бірімізді қолдамай, әдебиеттен алыстап кетіп отыр. Съезд сайын, пленум сайын бір-бірімізбен айтысамыз, төрағамен айтысамыз. Әдебиет айларда қалып ойнар айлар. Мен проза секциясын басқарам. Проза секциясына түскен жаңа кітаптарды осыған пікір айтып берсеңіздер, бірін келмейсіңдер. Бірінің әдебиетке жаның ашымайды. Қызмет келгенде бәрін жаның ашығасып, мүдделес бола аласыңдар. Осыны қойын керек,